Бәріне сәлем достар, бүгінгі менің видеомда мен сіздермен тушқа арналған негізгі 7 менің сондай лайфхактарымды көрсетемін. Сондықтан бірге болыңыздар, көрді жалғастыра беріңіздер. Ең біріншіде бастамас бұрын айтып кететін жағдай, ол әрдайым жаңа тушты сатып алған кезде міндетті түрде оның сыртына қараңыздар. Әрбір туштың өзінің осындай срок годности дейді. Міне ол 6 ай деп жазылып тұрады. Осыны ашқан кезден бастап кез келген тушты 6 ай ішінде ғана қолдану керек. Одан көп қолдануға болмайды. Әрдайым жаңа тушты сатып алу керек. Себебі бұның ішінде көптеген элементтер бар, сұйықтық бар, және біздің кірпіктеріміздің арасында тоже сондай клеш бар. Сол клештардың барлығы сіздердің осы туштарыңыздың ішінде қаптап кетпес үшін әр 6 ай сайын туштарыңызды ауыстырып отыру керек. Ол үшін мысалға әрдайым осы тушты қашан сатып аласыздар, сол кезде мысалға мына жеріне осындай жапсырып қоюға болады скотчпен. Жаңағы ашылған күнін, жылын, айын барлығын жазып қоюға болады. Сол кезде сіздер яғни біліп отырасыздар, қандай туш қай кезде ашылған және қашан 6 ай бітетінін әрдайым біліп отырасыздар. Келесі айтып кететін зат, кейбір кезде тушты көп қыздар өте көп осындай ашық күйінде тастап қояды. Сол кезде туш тезірек кеуіп қалады, немесе осындай дұрыс емес іс-әрекеттер жасаған кезде туштың көбі қатып қалады. Сол қатып қалған кезде, мысалға сіздердің туштарыңыз қатып қалды, бірақ әлі де жаңағы ұстау мерзімі бітпесе, онда мына тушты ыстық суға салып қоюға болады, немесе көзге арналған кішкентай капляларыңыз болса, сол капляны кішкене тамызып қойсаңыздар, ішіне сосын жақсылап шайқап, сосын бір жарты сағаттан кейін қолдана беруге болады. Яғни осы екі әдіс ол сіздердің туштарыңызды қайтадан жаңа тушқа айналдыруға көмектеседі. Ал енді келесі тушты жағу процесіне жалпы көшейік. Ең алдымен тушты жақпас бұрын міндетті түрде әрқайсың кірпікті өсірген боларсыңдар. Әрқайсы қыз өмірінде бір рет кірпікті өсіруі тиіс. Сол кезде бізге осындай кішкентай щеточкалар береді. Осы щеточкамен ең алдымен кірпікті осы кисточкамен тазалап аламын. Енді келесі лайфхак, келесі әдіс ол жаңағы мына кірпік қайырғыштарымызды аламыз. Сосын біздің сүйікті гелевый карандаш, көзге арналған кез келген карандаштарыңды қолдана берулеріне болады негізі. Ал мен өзімнің сүйікті осы Oriflame компаниясынан The One High Impact Eye Pencil'ын қолданамын. Және осы карандашты аламында мына кірпік қайырғыштың үстіне қарай, бірақ межесіне ғана мына карандашты жағамын. Ақырындап мына щеткамды көзіме басып, немесе болмаса саусағымызбен біраз ұстап, кірпіктердің бәрін кіргіземіз. Қатты қыспаймыз әрине. Түбіне жағына қоса карандашты келтіру керек. Қайтадан тағы да бір рет тарап шығамыз кірпігімізді. Тағы да бір рет, енді кірпіктің түбін емес, кірпіктің біраз ортасын. Сосын тағы да тараймыз. Кірпікті біз неге әрдайым тарап отыруға тырысамыз? Кірпік біздің шаштарымыз сияқты. Шаштарымызды, мысалға, шаш үлгісін жасаған уақытта біз ылғи да шаштарымызды тарап отырамыз. Сондықтан кірпікті де дәл осындай әдіспен онда әдемілеп тарап отырсақ, онда біздің кірпікке жасаған үлгіміз әдемі болып көрінеді. Ал енді келесі. Кірпігімізді қайырып алдық, тарап алдық. Енді келесі туш. Тушты алған кезде көбіне бұл туштың өзінде өте көп
жаңағы туштың краскасы, бояуы жағылып тұрады. Сол бояуды мен аламын да міне былай қалдырамын. Яғни туштан осы бояуды кетіремін. Сіздерге де сондай кеңес беремін, себебі тушта көп тауар болса, яғни кисточкада, мына қалам кисточкасында көп туш болса, онда ол барлығына жабысып, дұрыс емес боялады. Бұны мысалға кез келген өздеріңізде егер көп сондай салфеткаларыңыз бар болса, онда сол салфеткаға былай өстіп сүртіп шығуға болады. Ең бастысы, мына туштың кисточкасында өте аз бояу болу керек. Сосын бұны бояғанда қалай бастаймыз? Ең алдымен түбінде ұстаймыз. Түбінде жаңағы красканы түбінде былай ұстап, сосын зигзаг дейді ғой, сондай зигзаг іс-әрекеттермен түбінде тұрамыз біраз, 1-2 секундтай. Сосын сол бояудың барлығын кірпіктің ұзындығына шашамыз. Яғни, мысалға көбі жасап жатады, ұзындығында зигзаг жасап жатады. Ол дұрыс емес екен. Міндетті түрде түбінде ғана зигзаг жасайсыздар да, сосын оны ары қарай ұзындығына кетіресіздер. Ал енді жасап көреміз. Болмаса, мысалға, кисточканы бұрап отыруға да болады. Түбінде бұраймыз. Сосын ұзындыққа шығарамыз. Егер сіздер осындай менікі сияқты эффект жасағыларыңыз келсе, яғни үлкен ашылған кірпік жасағыңыз келсе, мына сыртқы кірпіктерді сыртқа қарай тарайсыздар, ортаңғысын үстіне қарай, және ішкісін ішіне қарай. Міне салыстырып көргеніздер, бұл бір-ақ қана қабат туш. Бір қабат тушты, яғни дұрыс техникамен жаққан кезде осындай болу керек. Бірақ әрине бұндай эффект сіздердің туштарыңызға да байланысты, яғни егер сіздерде мысалға подделка болса, немесе арзан туш болса, немесе дұрыс емес кисточка болса, онда бұндай эффект бола ма, болмай ма білмеймін. Бірақ мен әсіресе ылғида осындай Oriflame туштарын қолданып жүремін. Олардың туштары өте сапалы, ұнайды маған. Сол туштардың арқасында менің кірпіктерім өсетін де шығар. Себебі мен әрдайым оларды қиып отырамын. Бірақ сонда да әдемі шаштар сияқты өсіп отырады. Себебі мына Oriflame'ның туштарының құрамында өте күшті сапалы майлар бар, сапалы витаминдер бар біздің кірпіктерімізге. Сондықтан мен ойымша, менің кірпіктерім өздерін күшті сезінеді. Ал енді кетті келесі, дәл сол сияқты міне. Ең алдымен тушты былай жасамаймыз. Былай ішіне ораймыз. Яғни мына стенкалары дейді. Сол стенкалардағы бүкіл бояуды кисточкамен шешеміз. Сосын ашамыз. Көп продукт шықты ма? Көп продуктты тазалаймыз. Сосын былай жасаймыз. Ортасында аз продукт алып алдық. Келесі екінші қабат жасауға кірісеміз. Екінші қабат жасап жатқанда уже кірпіктер жабысып жатады. Сондықтан тезде әрдайым сіздердің жандарыңызда таза кисточка болу керек. Сол кисточкамен тарап, көп жағылып кеткен бояуды түсіреміз. Және тағы да бір айта кететін зат, тушты жағып жатқан кезде сіздер астына қарауға тырысыңыздар. Міне былай астына қарап отырсаңыздар, сол кезде ыңғайлырақ болады.
яғни астына қарап отырғанда былай бояйсыздар, сосын алға қарап жаңағы бізге керекті эффектті жасайсыздар. Міне осындай бізде кірпіктер шықты. Білмеймін, көріне ма камерада, көрінбей ма, бірақ маған өте ұнап тұр. Тағы да бір айта кететін зат. Міне егер кімге көбірек керек болса, міне осындай сразу набор сатып алуларыңызға болады. Келесі лайфхак ол, егер сіздерде туштарыңыз қабақтарыңызға жағылып қалатын болса, онда оны кетіруге асықпаңыздар. Ең алдымен оған қорғауға біраз уақыт беріңіздер. Сосын біраздан кейін астына қарап отырып, таза щеткамен алып тастауға болады. Ақырындап, қатты батырмай, жаңағы туштың түсіп қалған жерлерін кетіруге болады. Міне, көзді тушпен бояу осымен бітеді. Енді соңғы менің лайфхагым ол тушты кетіру болып есептеледі. Қазір мен сіздерге қалай тушты дұрыс кетіру керектігін көрсетемін. Ал енді келесі тушты қалай кетіруді айтамын. Ол үшін міндетті түрде тушты кетірген жағдайда осындай майдың негізінде жасалған мицеллярный суды қолданған жөн. Менде ол Флормар компаниясынан өте суды ыңғайлы. Міне өстіп майдан жасалған мицеллярлы сулар, олар осындай 2 қабат болып тұрады. Оны қолданбас бұрын жақсылап араластырамыз. Сол кезде мынандай консистенция аламыз. Осы консистенцияны алған соң жаңағы ватный дискті аламыз. Соның ортасына ғана жағып шығамыз. Ортасына жағып шықтық. Енді келесі бөгеміз. 2 бүктейміз. Ортасында біздің мицеллярлы суымыз тұр. Енді соны біраз көзімізде былай ұстай тұрамыз. Жаңағы мицеллярлы су ол бояудың барлығына кіріп, өзіне бүкіл бояуды тартып алып үлгеру керек. Сондықтан осылай ұстаймыз. Қатты былай үйкелеудің қажеті жоқ. Ұстап тұрамыз. Сосын ақырындап былай шешеміз. Келесі таза жағын айналдырамыз. Таза жағын айналдырған соң айнамызды алып, айнамызға қарап отырып, астынан тазалаймыз. Яғни осындай әдісті қолдана отыра сіздер өздеріңіздің кірпіктеріңізге, яғни зақым келтірмейсіздер, оларды бұзбайсыздар, оларға қатты стресс келтірмейсіздер. Сосын міне астындағы мына қалдықтарын алып тастаймыз, жеп-жеңіл, ақырындап, қатты ұйқаламай. Болды достар. Осыдан кейін енді мицеллярлы сумен жуып тастадық бәрін. Содан кейін уже өздеріңіздің күнделікті қолданатын гельдарыңызбен кәдімгідей көздеріңізді жуып, жақсылап ары қарай күнделікті бет күтімін жасай берсеңіздер болады. Осымен достар бітті. Менің видеом соңына келіп жетті. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге ұнады деп үміттенемін. Ал келесі видеоларды көріскенше сау болыңыздар.